Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 11-ші сабақ. Бүгінгі тақырып менің киімдерім. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқисың. Өлеңді рөлге бөліп мәнерлеп оқисың. Балалар, бірінші тапсырма: қандай түсті киім кигенді ұнатасың? Жақсы көретін киімің туралы әңгімеле. Мен көк түсті киім кигенді ұнатамын. Көк түс маған өте жарасады. Жақсы көретін киімім көк көйлек. Оны мектепке және қонаққа киемін. Бұл көйлек менің ең сүйікті көйлегім. Есіңе сақта: Абдрахман Асылбек ол балалар ақыны. Жамбыл облысында туған. Қаламгердің Жапырақтар, Балбұлақ, Балғын балалық тағы басқа кітаптары бар. Екінші тапсырма: өлеңді рөлге бөліп мәнерлеп оқыңдар. Көйлек хикаясы. Арман таңнан заулайды, тай бұрылдан аумайды, төбешіктен қарғиды, көк шалғынға аунайды. Ала өкпе боп ес кетіп, етек жеңі бос кетіп, арман үйге алқынып, оралады кештетіп. Аппақ көйлек көк болған, көп түймелер жоқ болған, шынтақтары сырылып, шашына шаң шөп қонған. Бірден бабын байқаймыз, байқап басты шайқаймыз, болған жайды айтады, ақырындап айғайсыз. Қуып едім көбелек, бөгет болды бөгелек, іліп кетті ербеңдеп, етегімді ебелек. Ал көйлегің неге көк? Көк болған соң керемет, жарасып тұр емес пе? Ағараңдап не керек? Сылмайды, күлмейді, бояғаным бұл дейді. Анасының күнде кір жуатынын білмейді. Бұл жерде балалар, бөгелек дегеніміз сона тәрізді жәндік екен. Ебелек шөлде өсетін өсімдік екен. Келесі 4-ші тапсырма: өлеңдегі баланың іс-әрекетіне баға бер. Сен оған киімін күтіп кию туралы қандай кеңес берер едің? Өлеңдегі баланың іс-әрекеті дұрыс болмады, ол киімдерін кір қылды. Анасының еңбегін бағаламады, оған ұқыпты бол деп кеңес берер едің. 5-ші тапсырма: өлеңді түсініп оқы, жаттап ал. Өзің осындай мақтауға лайықсың ба? Ойлап көр. Пай-пай, бұл бала қай бала? Пай-пай, қарашы үстіне, өзіне бір кіршік түсті ме көзіне? Пай-пай, тап-таза ақ кездей киімі мұнтаздай. Пай-пай, жарайсың балақай дейміз біз мадақтай. Пай-пай, Ермек Өтетілеуұлы. Мадақтама дегеніміз біреуді мақтап, жақсы қасиетін көрсететін шағын өлең екен балалар. Соңғы 6-ші тапсырма: кім жылдам ойыны. Киімдерді кестеге сай дұрыс толтыр, атауларына мән бер дейді. Бұл жерде балалар ұлттық киімдер, спорттық киімдер және күнделікті киімдер. Ұлттық киімдер сәукеле, бүрмелі көйлек, шапан, кимешек. Спорттық киімдер футболка, спорттық аяқ киімдер. Күнделікті киімдерге белдемше, көйлек, шолақ шалбар кіреді екен балалар. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.